Жоқ, мен тәңірші де емеспін, атеист де емеспін, мұсылман да емеспін. Әуелде 5 уақыт намаз оқыдым. Неге ораза ұстадым? 97-тен бастап былтырға дейін ораза ұстап келдім. Сосын ойланып, ысқақты тыңдадым, ананы тыңдадым, мынаны тыңдадым, өзімнің логикама салдым. Тіпті мұсылман діні мен үшін бір қызық нәрсе сияқты болып кетті. Ана ішінде қарап отырсаң, талақ сүресін қарап отырсаң, менструациясы келмеген қызға талақ беру дейтін заң бар да. Бақара сүресін қарап отырсаң, кәпірді көрсеңдер, мен Құранның переводы бар, мен де соны оқимын арасында. Бақара сүресін ұмытпасам 18 бе екен, 28 бе екен бір аятында бар. Кәпірді көрсеңдер, көрген жерде өлтіріңдер деген. Ал соны да имамдар бетін бүркемелеп, шөппен жауып, көрпемен жауып, ол тек соғыстың кезіне арналған деп тәпсірлейді. Ол соғыстың кезінде де оның қасына жазылмаған. Соны көрдіңіз ба? Құранның ішінде өтірік нәрсе көп, адамның қазіргі заманға келмейтін нәрселер көп. Сосын мен жайлап осы мен ата-бабаларымыздың қасиетіне сеніп, солардың несіне сыйынып, сол өзімнің ата-бабамның әке-шешемнен қалған бір құдіретті күшке сеніп жүрсем, сол жарайды маған. Діннің маған қажеті жоқ. Мешітте бір-бірімен төбелесіп жатқан ислам қазаққа жақсылығы әкелмейді. Бір-бірімен соғысып жатқан қайыршы, бірімен-бір қырылып жатқанда, бірімен бай мемлекеті жарлы мемлекетіне көмектеспесе, тона Египеттік мемлекеттердің неден қарап отырсам, жихан кездердің блогерлердің несін қарап отырсам, қатын алатын ақшасы жоқ дейді, туристерді ұрлап жүр дейді да. Солардың бәрін дамымай қалған Ауғанстанды қарап отырсам, солардың бәрін көзіме елестетіп отырып, осы ислам діні қазаққа жақсылық әкелмейді ау деп, балдарыма осы дінге жоламай-ақ қойыншы деп ақыл айтып отыр. Менің жасым 60-ға кетті, жігіттер. Қазақтың салт дәстүрі жаман болады, обал болады деген сияқты ырым дәстүрлері босағаға сыйынбай сонымен өмір сүрсе қазақ құрылмайды ау. Дінді қоспай-ақ қойғандарын дұрыс ау. Мен дін үшін қазақ бауырыммен дауласқым келіп отқан жоқ.